Құрметті әріптестер, бұл сабақты дайындаған өзінің оқушылармен, ол 4-ші сынып оқушылары, ұстазы Елуғалиева Оразханым Жанболатовна. Сабақтың тақырыбы табиғатқа қамқорлық деп аталады. Бұл сабақта қарастырылатын құндылық қиянат жасамау. Яғни сабақтың мақсаты табиғатқа қамқорлық жасай отырып, қиянат жасамау құндылығын мәнін ашу болып табылады. Өзін-өзі тану пәнінің әрбір этаптары бала бойындағы құндылықты аша отырып, сананы тазарту, оған бойына тыныштандыру мақсатында тыныштық сәті өткізіледі. Ойланатын сапалдар, бүгінгі біздің сабағымыз тыныштық сәтінен басталады. Барымыз, жинақталып, аяқтарымызды шайқастырмай, қолдарымызды үстіне ұстын, немесе тізелеріміздің үстіне қойғанға, қолдарымызды белгілеріне қойғанға басталған. Денелерімізді тірі ұстап, арқалығына жақындап отырайық. Барымыз, арқамызды ұстап, еркін отырып, көзімізді жұмғайық, жұмғыларымызды ұстайық, көзімізді. Олай болатынса, көзімізді бәріне жұмақтап, көзімізді жұмамыз. Көздеріңізді жұмсаңыздар, әрбір тыныс алған сайын не бұлым қосаңызы, табылы болуға тырысыңыз. Қазір біз табиғатқа серуенге шығамыз. Өзіміздің сыныбымызға қарай беттеп, есікті ашқанымызды, дәлізбен өтіп, алаңға шыққанымызды елестетеміз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді қыздырған көктемнің күн сәулесін сезініңіз. Сіз табиғаттың көркем жерінде серуендегесіз. Бір күнін тоқтап айналаға көз салыңыз. Табиғаттың әсемдігін, балғындығын сезініңіз. Гүлдер, ағаштардың иісі, құстардың дауысы және судың сылдырын тыңдаңыз. Біз өзіміздің табиғат аясында бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Табиғат неткен ғажап, оны қалайша сүйетінімізді, қадірлейтінімізді, бір тірі жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасауды түсінеміз. Ал қазір мектепке қайтуға дайындалыңыз. Дәйек сөзді қолдану құндылықтың қасиеттерін ашу мақсатында жүргізіледі. Біздер мына дәйек сөздің сұрақтары айтайық. Көзіңді қалдыр, бірақ көзің аша жүр. Көзіңді қалдыр, жақсы істен бұра шаша жүр. Көзіңді қалдыр, бірақ көзің аша жүр дегенді қайтып қалғанасың ба? Әрқашан жүрген сайын бұлақтың көзін аша жүр. Сусыз біз өмір сүре алмаймыз. Сондықтан бұл сенің табиғатқа қамқорлық жасағаны деп білемін. Жақсы, өте жақсы. Тағы кім қосқысы келіп отыр? Аға. Жақсы. Бұлақ көзін аша жүр деген мағына, ол әрдайым бұлақ көзін ашып жүріп бұлаққа күтім жасау, оны әрдайым айнадай жарқыратып жүрді. Иә, айнадай жарқыратып жүр деген дұрыс. Өте жақсы, рахмет. Әсемгүл, Отқа. Қыздар неге, балдар неге жай сынға қатысып отыр? Ал екінші жолына тоқтайтын болса, қалай дейді? Өзіңді қалдыр, жақсы сен бұра шаша жүр. Оны қалай түсіндіресіңдер? Яғни, Исмағамбет? Өйткені біздің бабалар
ата бабаларымыз сияқты кейінгі ұрпаққа да қайтып болса табиғатта қалдыруымыз керек. Мұраға қалдыру үшін күтімменен жақсы айта жүретіндей қылып қалдыруымыз керек екен. Жақсы, өте жақсы ислам ретінде. Мұғалім сыйы адамгершілік құндылықтарды ашады. Және әдептілік, сыпайылық, қоғамға риясыз қызмет көрсетуді бойына сіңіреді. Сондықтан есенге бұрынғы ерте замандағы ертең қандай табиғат деген ертегі қалдырып, сіздер соны мұқияттап тыңдаңыздар. Баяғыда бір қария болды. Оның ұлы болды. 3 ұлы әкесінің ұзақ ғұмыр кешкен қалыпты. Қалай енді оның қалай да жолын іздей бастайды. Бәріміз көмектесіп әкемізге қайткен күнде де оның ұзақ ғұмыр кешкенін қалаймыз. Содан балдар жан-жаққа әкесінің ұзақ ғұмыр кешу үшін, жағдай жасау үшін іздеп кетеді. Жақсы жағдай табу үшін. Күндердің күнінде 3 ұлы келеді. 3 ұлының үлкені саялы мен орман дейді. Менің әкемнің ұзақ ғұмыр сүргеніне осы саялы орман көмектеседі дейді. Екінші ұлы сулы, моллы жерде су жерді таңдап береді. Үшінші ұлы таулы жер, табиғаты таза жер деп таулы жерді таңдап береді. Осы қалай ойлайсыңдар? Балдары әкесіне қандай іс жасап бересіз? Балдары әкесіне қандай іс жасап? Әкесі үшін. Одан балдардың бойындағы қандай қасиетті көрсеңіз? Қандай қасиетті көрсеңіз? Жанашыр, сыйластық, және өздерінің әкелерін жақсы көру, оның Жақсы көру. қартаймағанын қалайды. Енді сонымен қатар тағы қандай құндылықтар байқадыңыздар? Тағы осы әңгімеде қандай құндылықтарды байқадыңыздар? Табиғаттың қандай құндылықтар бар байқадыңдар? Осы әңгімеде қандай құндылықтар байқадыңдар? Мейірімділікті байқадыңдар, сосын адалдықты байқадыңдар, ата-анаға деген адалдық, сосын ата-анаға деген сүйіспеншілікті. Сүйіспеншілікті байқадық. Мейірімділікті байқадық. Дұрыс айтасыңдар, ата-аналарымызды мейіріммен жақсы көріп, жақсы көруді үйренген екенбіз. Дұрыс айтасыңдар. Өте жақсы. Шығармашылық жұмыс бұл сабақ этаптарының барлық құндылықтардың қасиетін ашу мақсатында жүргізіледі. Олай ма болды?
ағаштың сондай адам денсаулығына да пайдасы бар. Білесіңдер. ағаш және ауылдарды табиғатты әдемілеп, сұлуландыра, жақсы. Мен Исламбек не зат қосасың? Айтамын. Гүл салған. Гүл не ол? гүл мен ағаш күн болмаса дұрыс өспейді. Күн болмаса, ағаш дұрыс өспеген болар еді. Дұрыс айтасың, сосын. Қайбір атын жақсы көркейе беру үшін не керек? Өсімдіктерге өсетін шылайға жағдай болу керек. Өсім кезінде сол себептен қамтылсын. Кім неғылым жақсы қыздыратын болса, біздің де жағдайымыз жақсарып, жылсызды жақсы көреміз, суды жақсы көреміз, сурет керек бізге де, ауа керекті, осы 4 дүниенің бәрі жақсы. Сәбеттің отырауымыз рахмет. Көктем келді сағына, бір шырақта алма ағаштар бағында. Біздің үй оранады, түні бізге боянады, нұрлы көктем келген кезде табиғатта оянады. Дала гүлге оранады, түні бізге боянады, нұрлы көктем келген кезде табиғатта оянады. Табиғатта оянады. Неге тапсырма қайдыңыз? Неге тапсырма 28-ші сабақ табиғат қабырғасының мағынасын түсіну, мағынасын түсіну. Мұғалім өзін-өзі тану сабағына дайындала отырып, өз бойындағы құндылық қасиеттерін ашады.